Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сіздермен бірге қарастырылатын тақырыбымыз косметологиядағы грудотерапияның ерекшеліктері. Косметологиядағы грудотерапияның ерекшеліктері процедура үшін салонға бармас бұрын жағымсыз тіршілік иелері бетке қойылатынына моральдық тұрғыдан дайындалу керек. Сеанс кезінде алаңдамағандарыңыз жөн, ал бірінші процедура көптеген адамдарды дүрбелең күйіне келтіретіні сөзсіз. Процедура дұрыс өткізген кезде ауырсыну пайда болмайды. Мүмкін пациентті шатастырмау керек. Аздап шаншу сезімі, жану бұл терінің қалыпты реакциясы. Өйткені қанмен бір уақытта ағзада жиналған барлық токсиндер ағзадан шығады. Процедурадан бұрын косметикалық заттарды немесе айқын иісі бар парфюмерияны қолдануға болмайды. Өйткені сүліктер тірі жандар ғой, және мұндай хош иістерге шыдай алмайды. Косметологияда бір процедурада дәрігер 3 сүліктен артық пайдаланбайды. Содан кейін олар міндетті түрде жойылады. Қайта пайдалануға мүмкін емес, өйткені стерильдік жоғалады. Процедурадан бұрын қолдану аймағы дезинфекцияланады. Содан кейін дерма қабатын бұзып, сүлікті сору қажет. Грудотерапиядан кейін қалған жара міндетті түрде күйдіріледі. Өйткені қанды өздігінен тоқтату мүмкін болмайды. Барлығы 2 күннен кейін жазылады. Грудотерапия процедурасын тек мамандар жасау керек екенін есте ұстаған жөн. Менімен болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.